Кәсқар өзінше бір сан қазір анау прямо сөйтіп отыр ғой. Таң Құдайдың құдіреті аят дәл сипаттап жатыр да. Тар болады, қуыс болады, түсінбейтін болады, и қиналып отырады да. Деп қояды да. Онда Абай атамыз айтқан сияқты, саяз жүзер, сайқалдар, ғапыл қалар, ақиқатта діндағы тереңде дейді. Тереңге жүзамайтын болатын болса, қоя салу керек та. Бисмилля. Мен бетем ареке, менде сұрақтармен жауап беремін ғой көбінесе. Сонда бір жігіт мынандай жіберіпті. Нарынаға дейді, мен досым бар дейді, екеуміз бұрыннан намаз оқимыз дейді. Сосын қарасам, досым намазын қойыпты дейді. Сосын айтым, сен қалай намазыңды қойдым деп едім. Сол маған осындай бір жігіт бар, жаңа сәйкеу деп жатырмыз ғой енді. Енді ғылым деген сияқты дінге қарсы сөздер сөйлейді екен, бұл қажет емес деген, өтірік деген сияқты, сондай атеистік көзқарастағы жігіт екен. Аты Думан деп қояды. Енді шын аты қалай екенін білмейміз. Бұл енді түр басын көрсете қоймайды өзі. Соның несін тыңдап, мен ойландым, менің оқып жүрген намазым пайдасы жоқ сияқты деп. Соны Дарынаға, не дейсің, мен енді түсіндіре алмадым дейді. Елдің бәрі немес қой, діннің ғалымы, дүниенің ғалымы емес қой, елдің қарапайым адамдар көп қойды. Сосын барып, сосын айттым, не нәрсеге ол күдіктеніп қапты. Сосын маған жіберші дедім да, соны жіберді. Сондағы мына жіберген ғой, қазір мен бауырларына оқыған жігіттер ғой, жастар түсінсін деп жатқаным ғой. Бірінші соның сөзін тыңдап, сосын соған қарай түсіндірме берсем деп отырмын да. Короче, былай болып кетті. Сосын айттым, осыдан тыңда, осы сөз үшін намаз тастадың ба деймін да досың. Обал жоқ екен досыңа дедім. Бұл қалай намаз оқып жүрген осы уақытқа дейін дедім да. Қалай намаз оқып жүрген осы уақытқа дейін. Болмайтын нәрсе. Бірақ білім жоқ адам, діни сауаты жоқ адамға бір керемет бір жаңашылық сөйлеп отқан сияқты. Қазір тыңдап көріңіздер, прямо тыңдап, сосын соның төңірегінде жалпы Құран не дейді, хадис не дейді, соны айтып көріңіз. Бұл енді өзінше түсіндіріп жатыр ғой. Мына басында бір мұсылман сөзін алады да соны түсіндіре береді. Мына білейін, Дилмұрат екен, кім екен білмедім. Өзінің қажеттілігінен артық көрпе алуға болмайды. Не деген сөз? Үйде көрпе төсек деген нәрсе бар ғой, сол көрпе төсекті көп қылып алып қоюға болмайды дейді. Неге? Уәла яттахизу минал фуруши фауқа саласати. Көрпе төсек үшеу болу керек дейді. Үшеуден көп болмайды дейді. Жақсы ма? Енді фирашун лаху бір төсек өзіне дейді. О фирашун лаха бір төсек әйеліне дейді. О фирашун лиддайф бір төсек қонаққа дейді. Қысма, демек бұл үш төсектен артығы болмайды деп жатыр. Закара фил хадис, әнна раби ал-шейтан. Хадисте былай деп келді дейді. Төртінші төсек шайтандікі дейді. Егер төсек ла яттахизу фирашан заидан ан хажатихи. Енді келген кішігірім үкімдердің барлығын беріп алып. Жақсы, бауырлар. Енді осы, жаңа сәйкеу деген осы ғой. Осы ма? Кімде кімнің үйінде үш төсектен артық болатын болса, қазір қараңыздар. Естерің сақтаңдаршы, не айтатын? Енді состояниесі нормальный матрас, нормальный төсектер болатын болса, жаңа көрпелер болатын болса, үш төсектен артық ұстауға болмайды. Соның бәрін біздерге өткізесіздер. Біз оларды апарып, жаңағы дұрыстап дұғасын оқып, жағаластап, оны өртеп жереміз. Басқа жаққа бермейміз, басқа жаққа тастамаймыз. Конкретно барлық қалада филиалдарымыз бар. Төсектеріңіз бірақ жақсы состояниеда болу керек, кәдімгі адам жатуға болатындай, OLX-қа сондай состояниеде болса, бізге беріп жібересіздер. Өздеріңіз ешқайда сатуға болмайды. OLX-пен хадис бар, бұны өздері сатуға болмайды, үйдің иесі деген хадис бар. Есте сақтаңдар. Беріп жібересіңдер, сатуға болмайды. Солар оны да тастау керек деген хадис бар. Сондықтан да ешқандай да өздеріңіз сатып, немесе біреуге беруге болмайды дейді, қараңдар қазір. Өтіріктердің бәрін шығарамыз. Үш төсектен артық төсектеріңізді әкеп, сосын әкегенде қалай болса солай әкемеңіздер, жаңағы жапқышымен түгел тігіп, тазартып, жуып, сондай әдемі қылып әкеп беріп кетіңіздер. Біз оларды аластап өзіміз сосын тастаймыз. Қонақ келсе қайда жатады дейді. Үшінші төсекке жатады, екі қонақ келсе біреуін қайта жібересіздер. Қонаққа. Кәз. Бірден артық қонақ қабылдауға болмайды. Осыны біреу тыңдап, осын бас дейді деп ойлап отыр ғой. Қонақтарды қайта жібересіздер. Болмаса
Сондықтан да келген қонақтардың біреуі ғана неде жатады. Сол үйде төсекте жатады. Енді қай қонақты төсекте жатқызамыз деп бастарыңыз қататын болса, енді ол жерде түрлі методтар бар. Сулифа ойнатуға, төбелестіруге болады. Болмаса ақшасы көптеу қонақ. Сарказммен сөйлеп отыр ғой. Сондай. Бірақ шариғатқа бағыну керек, 3 төсектен артық болмайды достар. 4-шісінде шайтан жатып алады. Асқар өзінше бір Балалар қалай? сан қазір. Балаларыңыз бір баладан артық балаларыңыз болса, онда тоже іріктеу жүргізіп, қалғандарын детдомға өткізу керек болады. Өйткені 4-ші төсек шайтандікі болғандықтан да тек қана бір балаңызды қалдырасыз, қалған балаларыңызды далаға жатқызуға болады. Қазір жылы ғой енді нормально. Қора бар деген сияқты, гаражға болады, машиненің іші бар енді, соны бір амалын табасыздар. Болмаса детдомға өткізіп жібересіздер ештеңе. Бала деген табылады ғой ол. Бірақ шариғат жоғары тұрады да бәрінен. Ислам шариғаты жоғары тұрады, бала деген табылады. Енді шариғатты бұзам деп баланы жатқызбайтын шығарсың, балаларыңды артық қоймайтын шығарсың да шариғаттан. Сол үшін бір балалардың, ең сүйікті балаларыңды төсекке жатқызасыңдар да, қалған балаларыңды қолға, басқа бір табылады, гаражға ма, қораға ма. Сондай достар. Енді премьер. Осы енді қараңыз, бізге енді түсінікті. Біз дінді білген екен, бұның айтып отқан сөзі бір күлкілі болып көрінеді да. Енді қарайық. Шарғи талдау берейік. Енді мынаны тыңдадым да, өзінше бір данышпан болып, өзі күрсін, деп сөйтіп отыр ғой, өзінше бір жаны ашыған болып ше. Ана осы жерден Абай атаның сөзі қалай дәл айтылған деймін да. Мынандай сөз бар ғой, Ареке білесіз. Абай Құнанбаев бүйтіп айтады. Әркімнің мақсаты әркімнің керегінде дейді. Енді әркім өз мақсаты бар. Білмедім пысығын зерегінде дейді. Кейін не дейді? Саяз, жүзер, сайқалдар, ғапыл қалар. Екі нәрсе айтты. Саяздар және сайқалдар ғапыл қалар дейді. Ақиқат та діндағы тереңде дейді. Ақиқат, дін бұл терең дүние дейді. Яғни оны саяздар оны түсінбейді, ол да дінді. Сайқалдар тиіседі. Мына жігітте саяздық бар және сайқалдық бар. Жаңа сарказммен сөйлеп отыр. Енді керейік. Жаңағы басында сөйлеп отқан, арабша сөйлеп отқан сендер танисыңдар ма? Мен танымадым. Делмұрат сол ма екен басқа? Имам ба? Имам жігіттің сөзі ме? Ол арабша дейді алдында. Ол жаңағы мына хадис бар, соны қазір мен түсіндіремін, ол арабшасымен айтамын. Ол кітаптан оқып отыр, ол ана хадистің өзін емес, түсіндірмесін беріп отыр. Жалпы хадис былай болып келген, бұл сахих хадис былай деп келеді. Фирашун лир раджул. Пайғамбарымыз енді айтқаны ғой үмбетіне, мұсылмандарға. Алар енді басқаша қылып, зымиян қылып түсіндіріп жатыр да. Мына кеңес өкіметінде атеистерде мынандай бір зымияндық болатын, сайқалдық. Сайқалдық деп айтсақ болады. Абай атамыз айтқан сияқты. Олар бүйтіп айтатын, Құран аятында келеді мысалы. Нисаукум харусуллакум фату харусакум анна шитум. Осындай аят бар Құранда. Аудармасы не болады? Әйел кісі сендердің егін далаларың. Деп келген аят бар. Енді оның олай деп аталған себебі әйелден өсіп өнесің дегенді білдіреді бірінші. Екінші себебі жер құнарлы болса, өнімі де құнарлы болады, жер құнарсыз болмаса, өнімі де нәрсіз болады. Яғни жақсы әйел таңда деген нәрсе ғой. Өйткені жермен не ғана. Енді кеңес өкіметі осыларды қалай түсіндіреді? Нисаукум харсун, әйел адам жер тапта кеміт аяқтың астында жату керек деп айтқан Құранда деп айтады да. Бір сөз бірақтан сайқалдық. Осыны сайқалдық дейді. Бұл түсінбей отырған жоқ, түсінгісі келмей отыр. Деп болмаса ар жағында жүрегінде бір дінге деген жеп көрініш бар. Енді қарайық. Сіздер қарадыңыздар да, сіздерге күлкілі болды. Өйткені бұл айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисті айтып кеткен, енді 14 ғасырдан асып кетті ғой.
14 ғасырдан бері үйіне адамдар бір қонақтан артық қонақты кіргізбей қуалап жіберіп, балаларын детдомға өткізіп, үйім бар жаңағы нет, біздің бір арнайы неміз бар, өткізіп, иә. Жаңағыдай далаға шығарып тастап, өртеп тастап, үйтіп тастап, аластап деген ондай нәрсе болған емес. Өйткені олар дінді жақсы түсінеді, мынандай сайқалдар түсіндірмей қойса да болады. Бірақ айтайық, енді қызық, жаңағы айтып бас сөздің басында айттым ғой. Осыны тыңдап, досым намаз қойды дейді. Онда досы да бір обал жоқ енді ол. Обал жоқ енді қалай жүрген осы уақытқа дейін? Білмеймін қанша уақыт. Есім айтты, бірақ есімде жоқ. Менің есімде жоқ. Мен осы жіберші, не айтты, қандай сөз айтты деп ойлағам ғой енді. Бір не қылып, бір күдікті, бір салып, бір болады ғой енді бір ғылымды талап ететін деген сияқты. Сөйтсем ашын жай сарказм, сайқалдықпен сөйлеген сөздер. Енді қарайық, жаңа хадистің өзіне келейік, қараңыз. Фирашун лир раджул. Осы хадис арқылы пайғамбар не айтқысын келген кез көреміз. Оның мағынасы керемет негізі. Бір төсек кісінікі дейді, үйдің егесінікі. Ва фирашун ли ахлихи деп келген. Бір риwayatта ли имратихи әйеліне, біріншісі ли ахлихи семьясынікі дейді. Ал семья деген үшеу болсаң да семьясың, бесеу болсаң да семьясың, әке, шешең, өзің, әйелің, бала шағаң, 10 адам болсаң да семьясың, 15 адам болсаң да семьясың. Яғни ол айтып атқаны фирашун ли раджул, кісінің бір төсегі, үйдің енді егесінікі, әкесінікі, атасынікі деген сияқты. Одан кейін әйел бала шағаның төсегі. Оны цифрмен ойлап отыр ғой, ондай емес ол. Одан кейін әйел бала шағаның төсегі. Яғни керекті. Үшіншісі фирашун ли дойф. Үшінші төсек қонақтікі дейді. Қонақ дегенде бұл үйге бірақ қонақ кіргіз деп отқанша, екі қонақты қуып жібер, сулифа ойнат деген сияқты қуалап отыр ғой. Отырмыз ғой қонақта, қазір қаншадан отырмыз? Қанша ол осы уақытқа дейін ол пайғамбарымыз сирасын оқитын болса да, Құран аяттарын оқитын болатын болса да, ойбай, үйге сыйғанша қонақтар келген. Оған өзінше бөлек хадистер бар. Варрабиу лишайтан, төртіншісі шайтандікі дейді. Төртші деген төртінші төсек деп тұрған жоқ. Яғни керек емес мақтану үшін жинаған төсек деген сол. Тек қана төсек емес бұл жерде. Кез келген сен қажетке пайдаланбайсың, не бала шағаңа бермейсің ол дүниені. Не өзің пайдаланбайсың, не қонаққа бермейсің. Басқа пайдасы. Бірақ сен дүние қоңызданып жинайсың. Соны шайтандікі деп жатыр. Енді шайтан барып жатады деген мағына бере ма, ол басқа деген сияқты. Оған ғалымдар түсіндіріп берген бір мағынасы, Құран аяты оны дәлелдейді, былай деп келген. Аллах Тағала Құранда айтады: "Я юхаллазина аману хузу зинатан инда кулли масжид." Ей иман келтіргендер, әрбір мешіттің алдында намазға тұратын кезде зейнеттеніп алыңдар, яғни дұрыс киімдерін киіп алыңдар. Өйткені намазға тұратын кезде сен Аллахтың алдында тұрып жатсың, сондықтан жаңағы әуретін жабатын дұрыс киімдеріңді киемесің. Дәретіңді аласың, киімді аласың, киесің деген сияқты. Ва кулу, жеңдер дейді Аллах Тағала. Вашрабу, ішіңдер дейді. Вала тусрифу, ысырап қылмаңдар дейді. Жей бересің шебірін, бірақ ысырап қылмау керек. Неге? Инналлах ла юхиббул мусрифин. Алла ысырап қылғандар жақсы көрмейді. Тамақ жедік, үйттік, таза тамақ қалып қойды, лақтырып жіберетін болсақ, итке бермедік, не өзіміз жемедік деген сияқты, оны ысырап дейді. Ысырап қылмаңдар дейді. Ислам діні ысырапты ұнатпайды. Болмаса шайтанға деген және бір тікелей аят бар, Құранда түсіндіреді. Иннал мубаддирин кану ихвана шаятин. Ысырап қылушылар шайтанның досы дейді. Неге шайтан? Өйткені шайтан ол адамға зиян жасағысы келеді, көзі көрінбейтін мақлұқ. Ол адамды тәкаппарлыққа, мақтанкершілікке келіп, біреуге пайда келтіруге болады. Сен пайда келтірмейсің, не өзіңе жоқ, өзгеге жоқ деген сияқты нәрсе ғой. Бұл жердегі айтылып атқан мағына, үйіңе келген қонақтың біреусін сулифамен кіргізіп қалғанын қуып жібер деген мағына жоқ. Ол жерде балаңның біреусін жақсы көретін алып қалған детдомға өткіз деген, кім детдомға өткізді? Мұсылманшылық күшті кезеңдерде детдом деген вообще болмаған өз. Енді қарайық. Бұл жерде мынандай сайқалдықпен сөйлеп жатыр, енді саяздығы өз алдына, енді діни сауаты болып тұрған жоқ қой. Сайқалдықтарын айтайық. Біріншісі, енді айтып жатыр ғой, қонақ келетін болса, төсектерінің 3-ақ төсек болсын, қалған біз өзіміздің не дейді, орындарымыз бар деймі? Филиалдарымыз бар, қала бойынша да далбасалап отыр ғой деген сияқты. Сол филиалға бересіңдер,
жақсын жаңағы несі покрывалмен, наволочкасымен өткізесің деп отыр, филиалдарға әкеліп бересіңдер. Біз өзіміз аластап өртейміз оны. Сендерге сатуға болмайды дейді. Қараң сайқалдығын. Болмайды ол дейді. Ислам дінінде сауда саттық жақсы кәсіптің қатарына кіреді. Аллах Құранда айтқан, хадис айтқан: "Ва ахаллаллахул бай'a ва харрама ар-риба". Аллах Тағала сендерге сауда саттықты халал етіп қойған. Шынымен де менің үйімде бір артық зат болатын болса, мен оған сауап үшін біреуге тегін берсем де болады, болмаса сатып ақша қылуыма болады. Шариғат рұқсат берген. Қазір сондай болды ғой, қазір үйде мысалға біреу велосипедін сатып жатыр, анау тұрады ғой бәрі қазір неде, Каспийде магазинде ма? Ол қарама-қайшы емес. Сен велосипед керек болмай қалды. Сенің кішкентай бала бар еді үйде, коляска болды, балаң өсіп кетті. Енді колясканы сатып жатсың арзанға, біреуге керек болады. Сатуға болмайды деп қояды. Қандай өтірікші, Құдайдың атынан пайғамбардың өтірік сөйлеп жатыр. Сайқалдығын қара. Сатуға рұқсат етіледі, біріншісі. Екінші дейді, оны тегін беруге де болмайды дейді. Қараң, және өтірікші. Ал ислам дінінде сен сатамын десең рұқсат, сауда сату рұқсат етілген, тегін берсең нұр үстіне нұр. Қажеті бар адамға. Бұл төсек жай мысал ретінде айтылған. Оның ішіне киім де кіреді, оның ішіне ыдыс та кіреді, оның ішіне коляска де кіреді, оның ішіне аяқ киім де кіреді. Былай саған қажетіңнен артық болған дүние. Оның ішіне қалам да кіреді, оның ішіне кітап та кіреді деген сей. Дәптер де кіреді, жазылмай, саған керек болмайған болатын болса. Оны түсіндіретін және хадис бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман кана мааху фадлу зохрин фаляуд бихи аламан захралаху". Кімнің бір артық бір көлігі болатын болса, көлік жоққа берсін. Болмаса, мысалы сен көлікпен келе жатқан болсаң, бұрынғы кезде аттар ғой, есектер, арба деген сияқты. Арбаңда бір орын болатын болса, басқа біреуді отырып ал деген сияқты. Сен көлікпен кетіп бара жатсаң, біреу көршің жаяу кетіп бара жатыр екен, "Ей, орын бар ғой, толып қалса мейлі, бала шағамен ештеңе емес. Қайда бара жатсың?" "Мен осыдан жұмысқа." "Ей, мен сол жаққа бардым." "Кел, отыр." Бос та. Пайғамбарымыз айтып отыр: егер орын бар болса, көлігіңде отырғыз. "Оман кана лаху фадлу задин фаляуд ма задлаху". Енді кімде-кім бір артық дүниесі болған болатын болса, шарабун, таамун, енді түсіндірмесінен келеді. Тамақтан артық болды ма, судан артық болды ма деген сияқты. Үйіңде сен карточканы үйге көп әкеліп қойыптың, енді сен сақтайтын жүр, шіріп кететін болды деген сияқты. Алдында көршіңе карточка беріп жібердің. Болмаса сенің киімің бар, 3 костюмың бар, сен 2 костюм киіп, біреу костюм бекерге тұр. Алдыңда ініңе кигізіп жібердің. Осы сияқты нәрсе бұл шариғатта керісінше құпталады. Не деп айтып жатыр? Сатуға болмайды сендерге дейді. Бізге өткізіңдер деп қояды. Біреуге беруге болмайды дейді. Өтірікшісін қара. Адам адамның атынан өтірік сөйлесе, жақсы емес. Алланың атынан өтірік сөйлеу. Пайғамбар атынан сөйлеу кім екені түсінікті бұл адамның. Бұны сайқалдық дейді. Сонда осында біреу тыңдап отыр екен ғой деймін да. Енді бізге күлкілі болды. Енді мына жерде қанша жыл намаз оқып жүргендеріңіз бар. Енді ары қарай не дейді? Уафирашун ли ражул, бір төсек кісінікі, уафирашун ли ахли, бір төсек отбасыныкі, түсіндірік. Отбасында бірнеше адам бола береді. 10 адам болатын болсаң, 10 төсекті сен алуға параң бар деген сияқты. Ол жаңағындай жағдай жасап қойған. Тіпті ер кісілердің, ерлі зайыптылардың төсегі қалай болатындығы, оның енді өзінше бір үлкен бір тақырып деген сияқты. Одан кейін уафирашун ли дойф, қонақ. Қонақ күту деген бар. Сен үйіңе қонақ келетін болса, жақсы біреусін алып қаласың да, сен қалған араб дойф деген кезде бұл жеке-жеке келіп тұр, бірақ қазақта біз оны қолданамыз ғой. Ол жеке бір адам қонақ күтіп деген сөз білдірмейді. Мысалы айтайық, мен бүйтіп айтатын болсам, менің әкем қонақ күтіп жатыр. Тыңдаушы түсінеді, үйде көп адам келген болуы мүмкін. Қонақ дегенді қонақтар деп айтуға болады, қонақ деп айтуға, бірақ көпше түрге де қолдануға болады. Фирашун ли дойф, егер бір отбасылар болады, қазақта бір не бар ғой, тілек берген кезде балаң би болсын, би болмаса би түсетін үй болсын деген сияқты, яғни қонақтың келгенін жақсы көреді адамдар. Ислам дінінде қараңыз, қонаққа қандай нәрсе бар? Хадис бар, сахих. Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахири фалюкрим дойфаху. Кім Аллаға иман келтірген болатын болса, ақырет күніне иман келтірген болса, қонаққа құрмет жасасын дейді.
қонаққа құрмет жасасын дейді. Бірақ сен шамаңа қарайсың. Сен үйге 3 адам келе ма, 5 адам. Егер адамдар білет, қонақ жиі келетін болатын болса, онда қонаққа деп көрпе жинап қойсаң, айып емес. Қонақ келсе, мына қонаққа төсейтін көрпелеріміз деп тұрған болса, айып емес. Сондан ол жердегі сайқалдықтың қажеттілігі жоқ. Ол жерде. Енді орробли шайтан деген түсінікті. Өйткені сен ол төсек не өзің пайдаланбайсың, не әйел бала шағаңа пайдаландырмайсың, не қонағыңа бермейсің, бірақ ол мақтану үшін өзім баймын деген сияқты. Шариғат оны жақтырмайды. Дүние қоңыз болғанды оны ысырап дейді. Не өзің, не өзгеге пайдаң жоқ қылатын болсаң, оны ысырап дейді. Сол үшін оны бір басқа жаңа жоғарыда айтқан хадистеріміз кімде-кім бір артық дүниесі болса, дүниесі жоққа берсін деп отқан деген сияқты, бұның бәріне ысырап қылма дегенді айтып отыр. Балаңның біреусін жетімханаға алып қалған жетімханаға өткізу жоқ бұндай нәрсе. Деп қояды да. Бейшара. Егер сен соны түсінбей жатқан болатын болсаң, қарапайым адамдар түсінетін, ол сенің шаруаң. Және түсінбегеннен бөлек еще біреулерге сөйтіп жалған жеткізіп жатқан болатын болсаң, онда Абай атамыз айтқан сияқты, саяз, жүзер, сайқалдар, ғапыл қалар, ақиқатта діндағы тереңде дейді. Тереңге жүзамайтын болатын болса, қоя салу керек та. Бірақ айтқанда аңқау елге арамза молда деген сияқты осындай бір қылықтығын жасап отыр да, сарказммен сөйлеп отыр. Аллах Құранда айтты: "Фаман юридиллаху айяхдия яшрах содраху лил ислам." Аллах біреуді тура жолға түсіргісі келетін болса, жүрегін дінге кеңейтіп қояды. Мына хадисті оқиды адамдар, мә, субханалла, исраф деген болмайды екен ғой. Мен үйімде 3 костюм тұрады, соны біреусін еліме беріп жіберейінші. Мен анау бір неғып тұрады, анау зимний дөңгелектер бар, мен пайдаланып тұрған жоқпын, гаражда тұр ғой. Анау мен досым бар еді, соның летний дөңгелекпен жүр, соған бере салайыншы. Сен осындай бір жомарттыққа кеңдікке үйрететін хадис қой бұл. Андай бір тар түніске үйрететін емес ол. Ал енді аят не деп айтады? Фама юрдил аятта содра ислам. Кімді Аллах тура жолға салам десе, кеудесін дінге кеңейтеді дейді. Уама юрид айюдиллаху. Енді біреуді Аллах адастыратын кезде, мүмкін оның бір ішкі дүниесі, енді Құдайдың атынан пайғамбардың өтірік сөйлейтін адам, білмеймін енді ол қандай нәрсе екен. Енді кімді Аллах адастырғысы келетін болса дейді, яжал содраху дайиқан харажан. Оның кеудесін тар қусып қояды. Біз түсінген нәрсені бұл түсінбей тұр да, почему-то. Сайқалдыққа салынып отыр да. Факааннам ясафи сама. Бір биікке шығып жатқан сияқты, бір қиналып, анау прямо сөйтіп отыр ғой. Таң Құдайдың құдіреті аят дәл сипаттап отыр да. Тар болады, қуыс болады, түсінбейтін болады, и қиналып отырады да. Деп қояды да. Сайқалдығы. Сонда бұл жаңағы сіздермен маған келгеннен кейін бір айта салайын дегенім ғой. Сіздерге мүмкін болашақта басқаларға да керек болып қалар. Өйткені шынымен де діннің бір несі алғашқы түскен нәрсе. Иқра бисми роббикаллази халақ. Оқып жатқан Раббың атымен бастап оқы дейді ғой. Ол діни сауатың. Анау еуропалықтар ислам дінін қабылдаған кезде бір сөздер бар екен, мен таң қалдым. Ислам дінінің ерекшелігі дейді. Білімің көтерілген сайын иманың да көтеріледі дейді. Өйткені бұл Аллахтан келген біле түсінесің де. Тек қана өзің бір сайқалдыққа салып кетпесең болды.